Менің Дубайдағы тренингімнің, яғни біздің реалити шоудың екінші бөлімі. Бүгін бізде екінші бөлім яхта, көріп тұрғандарыңыздай. Негізі көп адамдар бұл яхтаны развлечение деп ойлауы мүмкін. Но развлечение емес, мен айттым ғой, менің сабақ жасау подходым ерекше деп. Например, бұндай частный яхтаны жалдау өте қымбат. Мысалы, өте көп яхталар бар да, көптеген группалармен баруға болатын. Бір адам басына просто 20 мың, 15 мың теңге төлейтін да. Бірақ мен ондай емес, тек қана біздің группаға VIP осындай керемет үлкен яхтаны жалдап тұрмын. Неліктен? Себебі адамның өміріне эмоция қатты әсер етеді. Например, қараңызда, вау, мынау яхта күшті деп мен таңғаламын. Мен осыған да мінемін десем, значит, ол мүмкіндік маған келеді, то есть эмоция арқылы. А если мен яхтаны көріп, ойбай, бұл яхтаның ішінде біреуді өлтірген байлар ғана жүретін шығар, бір банкты тонаған адам шығар, министр шығар десем, сондай негативті нәрсе мен миыма кетеді. Бірақ мен уже қыздарымды тәрбиелеп қойғанмын, позитивті нәрсе ойлауды. Сондықтан біз бұл жақта ішіміздегі барлық эмоцияны шығарамыз, эмоцияны проживать етеміз. Именно яхтадан кейінгі өмірден, әдемі өмірді, именно ең қымбат райондарды, ең қымбат локациялардан өтіп, мен қыздарыма ақша табу мүмкін екендігін, бұл әлемнің өте әдемі екендігін, бұл әлемнің өте кең екендігін көрсеткім келеді. И именно осыдан кейін отырып, біздің нағыз қыздарым өзінің 3 жылдық өміріне планды жазатын болады, яғни алдағы 3 жылында кім болып жасағысы келеді, қандай өмірді сүргісі келеді деген сияқты. Так что біздің яхта просто яхта емес, кәдімгідей адамның тағдырына әсер ететін үлкен бір керемет нәрсе. Давайте лучше көп сөйлей бергенше, мен сіздерді яхтаның ішіне кіргіздіріп көрсетейін. Yes, let's go. Міне мына екі яхта уақытпен жүреді. Судың ішінде судың полицейский бар екен, білесіздер ғой, иә? Сол үшін суда каждый адамның яхтадағы бәрін санайды. То есть уақыты артық болса, тоже судың ішінде яхталар бір-бірімен авария жасауы мүмкін. Сіз қалай деп қалдыңыз? Яхта күтпейді. Қазір біз қалада тур жасаймыз, ол тур просто тур емес, адамның реально мышлениесін өзгертетін локацияларға алып барам. Себебі адамның өзгерісі ол ең бірінші эмоциядан басталады. Вообще, менің бірінші күндік принципім мен всегда күтемін. Еще всегда айтқан уақытынан жарты сағатқа дейін кешігіп барам. Жарты сағатқа кешігіп барғанның өзінде адамдар келмейді. Екінші күні уже мен бір 10 минутқа кешігіп барам специально. Ол кезде де кешігеді. Енді қазір мен вообще 12:00 дегенмін. Кішкене адамдар кешігіп жатыр, бірақ бұл менің тренингімнің принципі. Қазір 2,5 миллион теңгелік турдан қалғалы тұр. Өмірде де сіздер өздеріңіздің өмірлеріңіздегі қаншама мүмкіндікті осылай бағаламай, байқамай, өздеріңіздің өмірлеріңізге жауапкершілік алмай жоғалтып жатсыздар. Yes, let's go. Мен өзім турдың ұйымдастырушысы ретінде барлық процесті көріп отырмын. Қазір мені 4 адам қалып кетті. Просто біздің бүкіл программадан 4 адам қалып кетті. Принцип есть принцип, правила есть правила. Правилаға елікпеген адамдар осылай мүмкіндіктерін жоғалтып отырады. Енді ойлап тұрмын кәдімгідей. Бүгін ойымдағыдан да күшті болатын сияқты өткен келген кезде уже ойымдағыдан күшті нәрселер болып жатыр да, бір күннің ішінде. Мен как будто Дубайда бір 10 күннен бері жүрген сияқты сезімде жүрмін. Уақыт кәдімгі күшті өтіп жатыр. 2 сағат, 3 сағат ұйқының өзінде де кәдімгі ұйқым қанып күшті болып жүрмін ғой. 2 сағат ұйықтадым ғой. Кеше Ақтаудан келатқан кезде де пересадкамен келдім. Сол кезде де дұрыс ұйықтаған жоқпын. Ауылда бүйтіп ұйқым қанбады деп өз-өзімізді бүйтіп жүреміз ғой. Бірақ күшті болып жатыр неде болса. Бүгін даже ойлай алмай жатырмын мен. Қандай болатын, даже ойыма кірмей жатыр. Мен Дубай тренингке көптен бері келгім келіп жүрген еді. Келгенде өзімнің қандай запростарым, проблемаларым бар болса, сол сұрақтарға жауап табамын және көп нәрсеге үйреніп қайтамын деген немен сұрақтармен келдім. Бірінші күннен бастап
біраз нәрсе маған ұнады. Оның ішінде айтатын болсақ, жаңа Ая ханымның жаңағы строгость, дисциплинарность деген принциптері маған ұнайды. Маған сол нәрселер жетіспей тұрған еді. Сол нәрсе маған уже жаңа ұғынып ұнап жатыр. Барлық жерде ереже болу керек та. Сіздерге өмірлеріңізде қанша рет шанс беріліп жатыр, ол шансты байқамайсыздар, немесе бағаламайсыздар. Уақытым бар ғой, жасай салам ғой, үлгере салам ғой деген сияқты да. Сол үшін қазір мына кісілер өздері таксимен келеді. Дубайға такси кеше қанша теңге төледі? 50 000 теңгеге төлеп келсін, пожалуйста. Просто ереже дегенді қатты сыйлау керек. И бұл Дубай үшін дәл қазіргідей Дубай болып отыр. Барлығы ережемен жұмыс жасайды. Брат, кешір, обал болды ғой деген нәрсе жоқ. Обал болса бар, сол жандарыңыз ашса, сол адамдардың қасына барып успокаивать етіп, жаңағы бірге кесіп көтеріп жүр дейді ғой жаныңыздағы. Солайдан жүруге болады. А так бұл өмірде әр адам өзінің мақсаты үшін жұмыс жасау керек. Мекенің құны 500 000 теңге. Темір-терсек жинап сатып бара аласың. Не үшін? Себебі менің Дубай тренингіме Семей қаласының бір ауылынан бір келіншек келетін болды. Өмірінде той ақша тауып көрмеген, бүкіл Семей қаласының темірлерін жинап, арматураларын сатып Дубай тренингіне келді. И адамда қатты мақсат болса, ол темір сатады, көшедегі бутылканы сатады да. Ал әке шешемді үйге апарғым келіп жатыр деген нәрсе, и тем более сондай нәрсе блогерлардың ұтысына қатысып ұтса береді, ұтпаса келесі блогерге қалдырып қою мақсат та арман да емес. Сол үшін ішіңізден сұраңыз, мен шынымен жаным ашып жатыр ма деген сияқты да. Айтылған сөз орындалуы керек. Походу жасай бересің. Видео жасап жатыр. Зато кешік бердіңіз, дұрыс па? Мен кешкен жоқпын, айтшы. Әйгерім біз Негіз айтасың. Тұрғандай дәл қатыр, аяулыған сен едің, көрсетіп келемін. Жазғы күнге, қайдасың бұл күнде? Альман деген не екен, интересно. Хотя бы дым бере алмасаңыздар да, тілек жазып, бір кусок, мына дәптеріміз бар ғой, аяғына соң қол қойып, сумкамызда бірдеңе шығатын шығар. Короче, мына жерде бәріміздің атымызды жаздық. Кім соған түседі, соған подарка береді. Сумканың астында не бар, ручка ма, закрутка ма, может, дым жоқ болса, нағыз болмаса, мына дәптерге тілек жазып береді. Не только хлеб, кто чего. Мен секілді әдем боянады. Молодец. Грузиядан алған ручка сыртында батумен несі бар. Қыздар тілек айтамыз бір-бірімізге. Қыздар, арабтардың бәрі 4 әйел алады деген миф. Ешкімнің 4 әйелі жоқ. Ана 4 беті жамылғанды көріп, қазақтар бүйтіп сторис түсіреді телефонға. 4 әйелмен кетіп бара жатыр. Біреуі служанкасы, біреуі сестрасы, біреуі әйелі, біреуі қызы. Бұл жақта бір 100 еркектің біреуі үйленетін шығар, екінші әйелге. Білмеймін қаяқтан екен, біздің Қазақстанның діні сәл басқаша. Қаяқтан шығарылған білмеймін. Бұл жақта байқадыңыздар ма? Пол жуатын жұмысты, ауыр бірдеңе көтеріп жүрген, көшені сыпырып жүрген әйелді көрдіңіздер ма? Не үшін? Себебі бұл жақта ауыр адамдарға, мұсылмандар әйел адамға ауыр жұмысты істетпейміз дейді. Қаяқтан келген? Діннен келген. Одан кейін бұл жақта даже таксисттің үйінде, таксист аш қалып кетсе де үйіне әйтеуір бір служанка тауып келеді ғой. Әйелдерді сыйлау құрметі бұл жақта өте жоғары деңгейде. Сіздер қазір Дубай молда кешке көрсеңіздер, күйеулері пакетті сұреп, әйелінің соңынан жүреді. Подкаблучник емес ол, просто құрмет. Оларға қалыпты, я ол. Оларға қалыпты. И мен шыны керек, мен
Дубайға келген кезінде исламды басқаша ойлап келдім. И бұл жақта сенің итіңді де, сен христиансың ба, сен темекі шегіп тұрсың ба, арақ шегіп тұрсың ба, ешкім обсуждать етпейді. Құранды жатқа білетін адамның өзі арақ ішіп отырған адаммен сөйлесуі мүмкін. Но бірақ бұл жақта анандай да жамандыққа ешкімді шақырмайды. То есть мына нәрсені ұр, мына нәрсені ұрла деген сияқты әркімнің выборын сыйлайды и өздерінің өмір сүру стилі арқылы өзге адамға көрсетеді. Ол ақыл айту жоқ, просто көрсетеді. Адам жоқ көшеде. Себебі адамдардың барлығы жұмысқа машинамен барады, метромен. Сын адамдар. Так, біз қазір Дубайда мини-тур жасап жатырмыз. Негізі адамның өзгерісі именно эмоциядан басталады да, сол үшін мен эмоция сыйлау үшін специально осыны тренингіме қосқам. Ешқандай турфирма емес, лично өзім бірге жүремін қатысушылармен. Біз дәл өздеріңіз білетін шығарсыз, әлем бойынша бір ғана 7 жұлдызды отель бар. Ол міне Біріккен Араб Әмірлігіндегі Бурж Аль Араб отелі. Осы отельді көруге және де осы біздің Дубайымыздың Венециясын аралауға келдік. Бұл жер Мадинат Жумейрах деп аталады. Арабтардың стилі бойынша бұл жерде базар соғылған. Қазір сол базарчикке кіреміз. Одан кейін барып аралағанда да өте күшті көрінеді көзге, себебі мынандай қолдан жасалған көлшік дейміз ба, не, озеро бар. Соны барлықтарыңыз қазір көресіздер. Мына жерге кірген кезінде қазір иісін сезесіздер. Иісінің өзі басқаша. Қазір кіргенде көресіздер. Вот. Ендеше жүріңіздер. Арабтардың несін көрейік. Қандай күшті, көңілді күн. Көңілді күн ұнап жатыр ма? Супер, ұнап жатқанына қуаныштымын. Мен қатысушыларға ақыл беруден аулақ, мен просто өзімнің өмірлік опытыммен бөлісем. Себебі адам тек қана бір адамның опытын көріп, соның жақсы қасиеттерін өз өмірінде қайталау арқылы ғана, яғни өзінің өмірінде енгізу арқылы ғана жетістікке жетеді деп ойлаймын. Енді менің қасымда керемет ханым Шымкенттен келіп тұр, қазір өзін таныстырып өтсін. Есімім Ақмарал, жасым 24-те. Ая ханымға келмей жатып, аточкам 1 миллион теңге болатын. Және де негізі 3 есеге көбейту керек қой бағаны, бірақ осы Ая ханым тренингінен кейін 1 айлық табысымды 10 миллион теңгеге көбейткім келеді. Маған Дубай қатты ұнады. Мен самолеттен түскен сәттен бастап бұл мемлекеттің өте текті халық екенін сезіне бастадым. Және де қазір көшеде мүлдем бірде-бір адамдар жоқ, то есть бізден басқа адамдар жоқ та. Яғни бұл мемлекетті мен шыны керек, бұл мемлекеттегі Қазақстанға қайтқым келіп тұрған жоқ. Ая ханым, сізге көп рахмет. Если мен Дубайға жай үшін қыдырып келген кезде Ая ханым бізге подарок еткен островқа мен бармас едім да, себебі ол жердің өзінде, ол жерде тұрып, ол жаңа теңіздің жағасына жүрудің өзі мен үшін үлкен жетістік болып тұр. Және де мен Ая ханымға шыны керек қатты алғыс айтамын. Егер де Ая ханым болмағанда мен бұл Дубайға дәл қазір осы уақытта келмес едім. Енді сізге отель, тамақ сияқты, біз мысалы уәде бердік қой, сіздерге тамақ береміз, отель, жақсы жерде орналасқан деп, барлығы шынымен де ұнап жатыр ма, уәде берген нәрселердің барлығы болып жатыр ма? Я әрине ұнап жатыр. Шыны керек, Ая ханым мен азында бір видео түсірген едім, сонда айттым, осы теңіз, осы отельден кейін Қазақстанға қайтсам да ризамын. Бірақ Ая ханым маған бізге осындай мүмкіндік берді да, мен шыны керек осы Дубайдың өзінің қаласына келем деп ойлаған жоқпын. Себебі бұл айтылған жоқ, тек қана бізде білім алуға келдім. Ниетім білім алу болды. Алдынан қанша кедергі шықса да, Ая ханыммен байланыса отыра осы мемлекетке келуді Алла тағала маған нәсіп етіпті. Және де Ая ханым осы үшін көп рахмет айтамын. Мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Ақмарал ханымда бұл тренингқа келуге мүлде мүмкіндік берген жоқ. Даже тренингке ұшарға бір 10 сағат қалғанда ма толық шешім қабылданды да. Адамдарға қысқаша ғана мотивация бер жеріңізші, что
арманға жету мысалы маған да оңай келіп жатқан жоқ та. То есть бәрібір келеді, бірақ адам күресе білу керек. Мен адамдарға бір берер ақылым, сіздің ниетіңіз дұрыс болу керек. Сіз қандай мақсатта келгіңіз келеді? Мен шыны керек, мен Дубай үшін келген жоқпын. Мен Ая ханымнан білім алу үшін келдім. Менің ниетім білімде болды. Тіпті кеше Ая ханымға айттым, мен мешітке барып та Ая ханымнан білім алды, Аллахым маған нәсіп етші деп. Осы мүмкіндік болмаса да, отбасын емес, жалпы айналадағы адамдарды мені қолдамаса да, қанша қиындық болса да, бірақ соңғы бір күн қалған кезде осы Дубайға келу, Ая ханымнан білім алу маған нәсіп етіп тұр екен. Супер, жаным, мен сіз үшін қуаныштымын. Дәл сіз сияқты сіздің ситуацияңыз мен де өтіп жатырмын қазір. Негізі менеджерларыңыз да сөйтіп айтады, Ая ханым постоянно сіз кішкене келіп кетесіз, кішкене былай деп постоянно сөйтіп айтады. Мен негізі Дубайда қалып кетемін. 1 жарым жасар қызым бар Қазақстанда, бірақ білмеймін, что-то ана мемлекеттен кеткім келіп тұрған жоқ ше. Келесіз, көшіп келесіз. Алла қаласа бұл жақта да демалатын үйіңіз болады. Ендеше давайте, қыздар, түйенің сүтінен жасалған мороженое жеп кеттік. Біз Дубайға келген кезде әр адам түйенің сүтінен жасалған нағыз күшті мороженое жеу керек. Окей. I know. Очень вкусно, красиво, девочка. Красиво, девочка. Қасқа аласыздар ана жерден. 25. Бәріміз бе? Бәрімізге менен подарок. Там тату. Рахмет. Өте дәмді. Необычный. Көңіл-күйлеріңізше қалай? Рахмет, көп-көп. Жасым 34-те, есімім Ақмарал, Алматы қаласынамын, мамандығым бухгалтерия, бухгалтер маманымын, қазір мамандығым бойынша бухгалтер болып жұмыс істеймін. Бұл тренингтен жүрек тыныштығын күтемін және болашақта өз нишамды тапқым келеді. Менің А точкам 250 мың, Б точкам 2.800.000 болса деп ойлаймын. Қатысушылардың барлығының ойынан шығып жатқан сияқты, сіздің ойыңыздан шығып жатыр ма? Шыныңызды айтыңыз, не ұнамай жатыр? Сіздің ше тоқтаңыз. Не ойыңыздан шықпай жатыр? Барлық ойымнан шығып жатыр. Өте жақсы. Вау, вообще. Иісінің өзі күшті вообще. Ой, супер. Мен жамандасаңыздар да болады, ойларыңыздан шықпай жатқан. Бәрі ойымнан шығып жатыр деп жатыр. Қазір мен барлығын ресторанға алып келіп жатырмын. Себебі біз тамақтанып болып, яхтаға барамыз. Яхта каждый адамға арналған удовольствие, потому что білесіздер, Дубайда яхта жалдау өте қымбат. Бірақ қымбат болса да, мен өзімнің қатысушыларыма, сонау Қазақстаннан келген қазақ қыздарына өмірде барлығы мүмкін екендігін, иногда адам наслаждаться ету керек екендігін ұқтырғым келеді, сол эмоцияны сыйлағым келеді. Жалпы, мен курстарымның, сабақтарымның, тренингтарымның барлығы маған ұнайтын нәрселерді ұсынамын, ал мен өзімді өте қатты жақсы көретін адаммын. Ешқашан адамды минусқа алып келетін, жаман нәрсеге алып келетін нәрселерді өзіме жасамаймын. Солай. Тамақтанып болдық. Тамақ ұнады ғой, иә, сіздерге? Күшті ма? Мен мінезім те күшті деп жатыр, осындай мінезімді бар ғой. Мінезім қандай, айтыңызшы? Дерзкий. Сіздің мінезіңіз маған ұнайды, өте прям четко айтып тастайсыз, зато өзіне адам тәрбиелі болады екен. Тәрбие, тәртіп, вот жаңағы не деуші еді? Уақытлы, әркім өзін тәрбиелейді екен. Жақсы, наверное. Ұнайды. Эмоция менде супер. Барлық маған келген адамдар мен сияқты крейзи. Керемет сезімдеміз. Супер. Сіз не қанша минутта шешім қабылдадыңыз? Мен деген вообще айттым ғой, мен 10 миллион қарыздан құтылдым үй жақта жүргенде. Сосын айтып, күйеуім айтты, мен демаламын деп, демалысқа кетемін дедім да, мен уже кетпесем бұл кеткім келіп жүрді бір жерге. Бірақ бір өзім қайда барам? Сосын сіздерді көрдім да. Сіз жасаймын деп жүрген кезде барып мен алам дедім.
сразу даже ашпай жатып қалғанда мен уже алып тастадым да. Сразу алам дедім да, перед плата ма жаңағы соны жібер деді, 50 000 теңгем бар екен. Есептесем точно февральдың 10-на дейін 50 000 теңгеден төлесем жаңағы бәрі құтылады екен да, точно шығып тұр ғой. Мен мананы давить еттім, күніне 50 000 теңгеден жіберсем февральдың 10-да мен бітіреді екем, 10 күнде мен дайындалып кетеді екем дедім да, ешқандай қарызсыз, кредитсіз деп. Оның алдында бірақ мен февральдың уже 1-інде жауып бітіп тастадым полный барлығы. Яхтаға осындай жолмен өтеміз, туннельмен. Просто өмірде мынандай да, қазір сіздер видті көрсеңіздер, өте қатты таңғаласыздар. Адамның өмірі де осындай, біз осындай жолмен өтеміз, бірақ алдымызда не күтіп тұрғанын білмейміз. Даже осы видеоны түсірер алдында мен өте эмоциональный адаммын, білесіздер, иә. Мен эмоциямды ешқашан жасырмайтын адаммын. Просто мен 2 минут бұрын өте қатты ашулы болдым. Қазір мен уже просто ол нәрсені бәрін ұмытып кетіп бара жатырмын. Әр моментті проживать ету керек та. И мен сіздерге айтатынмын, туннельден кетіп бара жатырмыз. Бұл жерден әдемі нәрсе көріп тұрған жоқпыз. Өте қап-қараңғы, да. Бірақ күтіңіздер, қазір қандай жол шығатынын көресіздер. Вот вам, пожалуйста. Қандай әдемі өмір. Енді менің сізге айтатыным, мүмкін сіздің де өміріңіз қазір өте қиын бір нәрсе болып жатқан шығар өміріңізде, бір стресс, депрессия, қорқыныш. Сіз осы туннельдің арғы шетінде тұрған шығарсыз. Туннельдің ішінен жүріп өтуге қорқып, да? Ал сіз білесіз ба, өз қорқынышыңызды жеңіп, если сіз алдыға жылжитын болсаңыз, қандай өмірді көресіз? Так что қазір ойланыңыз, неге қорқып отырсыз? Неге қимылдамайсыз? Неге рискқа бармайсыз? Просто ешкім сіз үшін қарызыңызды жауып бермейді. Ешкім сіздің бойыңызды сіз үшін проживать етіп бермейді. Әр адам өз жолын жүріп өткенде ғана өзіне қажетті байлықты да, бақытты да, ақшаны да, адамдарды да тауып кездестіреді. Бір орында отырсаңыз, күтіп сізге ешкім келмейді. Сіз отыра беріңіз, біз яхтаға кеттік. Yes? Яхтаға келуде өте қатты тәртіп, ереже. Себебі машина сияқты бұл жақта да пробка бар. И каждый адамды өте қатал тексереді бұл жақта. Бұл яхталардың ішіне чемодан алып кіруге болмайды. Тек қана рюкзак, осындай сумкалармен ғана кіреміз, себебі ішіне бомба, ондай қауіпті заттар алып кетуі мүмкін дейді. Қауіпсіздік өте қамтамасыз етілген. И заранее барлық адамның санын сұрайды. Бұл жақ қандай? Өзіміз ғой, ешкім көрмей қалады деп артық адам мінуге болмайды. То есть каждый адамға ақша есептелінеді яхтаға мінетін кезінде. И плюс такс төлейсің, налог. Барлығы жүреді да, барлығы ереже бойынша да. И мысалы қазір 2 ханым бізде кешігіп қалып отыр. Өмірде де солай, енді ол адамдарды біз күте алмаймыз. Ереженің аты ереже. Не айтқым келді? Ережеге бағынған құл болмайды дейді ғой. Дубай сол ережені, сол сөзді өте қатты ұстанады. Қазір бізді осылай адам күтіп алып, ішіне кіргіздіреді. Қараңыз, қалай күтіп алып тұрғанын. Енді ханымдарға да өте қызық шығар, яхтаға міну. Мен өте қатты қуанып тұрмын, себебі каждый раз яхтаға мінген сайын, как будто бірінші рет мінгендей сезімде боламын. Yes. Мына жақ жоқ. They can take picture. Так. Барлығымыз аяқ киімімізді шешу керекпіз. Эмоция қалай? Мен көзіме сене алмай тұрмын да. Мен басым айналып жатыр Аяханым. Басым айналып жатыр мен вообще. Сіз ғашық емессіз ба? Мынау сияқты. Не деп ми жейді бұл? Сіз таныссыздар ма? Таныссыздар ма? Кішкене басым айналып кетеді қазір. Так, мен қазір Дубайда яхтада кетіп бара жатырмын.
көз алдымда әлем бойынша ең биік бассейн тұр. Вообще өміріме өте қатты таңғаламын, себебі әлемдік деңгейде ең үлкен бассейнде де шомылдым. Дәл қазір мысалы мына яхтаның құны $3 миллион тұратын шығар, даже 3 миллион емес, больше да. Мысалы біз қазір 445 миллионнан 3 рет көбейтілген дүниенің үстінде отырмыз да. Например, бұндай яхтаға өмір бойы Қазақстанда жұмыс жасасаң да көп адамдар бұндай өмірді көре алмай кетеді да. Неге? Қайтадан алғанда шектеу. Мысалы мен кішкентай кезімде бұндай өмірдің бар екенін білмейтінмін. Яхта, әлемдік деңгейдегі бассейн, мынандай қолдан жасалған остров, например, мынау қолдан жасалған остров. Ал мына жерде мен дәл қазір көз алдымда әлем бойынша ең үлкен мынандай колесоны көріп тұрмын. Бұл дүние жүзіндегі ең үлкен, мұнда ең ұзын бассейн, жасанды ең үлкен остров. То есть бұл дегеніміз не деген сөз? Өмірде барлығы мүмкін. Себебі осыдан 25 жыл бұрын Дубайды ешкім танып білген де жоқ. Ал енді қараңыздар, әлемдік деңгейдегі ең үлкен колесо. Вообще Дубай таңғалдырудан шаршамайды. Мені көп жетістікке жеткізген осы Дубай қаласы. Адам жетістікке жетемін десе, просто жапырақтың жерге түскенін, талдағы жапырақтың жерге түскенінен инсайт алып та жетеді жетістікке. Адам өмірін өзгертемін десе, толқынға қарап отырып өмірін өзгертеді. Адамның өзінде өзгеруге деген ниет, шешім болмаса, әлемнің 1000 психологы оны өзгертемін десе де, ол адам никогда өзгермейді. Сондықтан әрбір адамға ой салғым келеді. Өміріңізді өзгертуге шешім қабылдаңыз. Когда сіз шешім қабылдайсыз, мүмкіндіктердің өзі сізге келіп бастайды. Ал шешім болмаған жерде оның жауабы ешқашан келмейді. Мысалы, мына жерде қараңыздар, судың қақ ортасында дискотека болып жатыр. Ана жақта отбасымен адамдар шомылып жүр. Неужели осы әдемі өмірді көргілеріңіз келмейді? Неужели? Неужели сіз өмір бойы сиыр сауып, кредитіңізді төлеп, бір бөлменің ішінде отырып, өмір бойы жақсы көрмейтін жұмысыңызды жасауыңыз керек, когда әлем осындай кең кезде? Сондықтан барлықтарыңызға айтатыным, армандаңыздар, өздеріңіздің өмірлеріңізді өзгертуге қадам жасаңыздар. Дәл сондай адамдардың жанында мен отырмын. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Бұл көріп отырған адамдардың барлығы өздерінің өмірін өзгертуге шешім қабылдаған адамдар. Мен ойламаймын, бұл ханымдардың қалтасынан 2 миллион теңге шашылып жатыр деп. Сіздің қалтаңызда артылды ма 2 миллион? Сіздің? Сіздің? Еш қайсының қалтасына? Енді артылады, артылған жоқ. Бірақ бұл кісілерде бір ғана мақсат болды. Әлемді көру, өмірін өзгерту, табысын арттыру, өзінің бала күнінен армандап келе жатқан өміріне қол жеткізу. Керемет. Қыздарға да надеюсь сынады. Сөз жоқ. Let's go! Классно. Я на рахате. Ты вообще на рахате. Ойлап қалдым. Осымен достар, біздің Дубай тренингіміздегі яхтадағы уақытымыз аяқталды. Барлықтарына арналған көріп тұрсыздар. Дальше біз тағы да эмоция сыйлайтын фонтан шоуға баратын боламыз. Ендеше жүріңіздер. Америкадан ұшып келді. Қанша сағат ұшып келдіңіз? 16 сағат. 16 сағат ұшып келдіңіз, иә? Арабияның самолетімен ұшып келді. Экипажный самолет. Экипажный самолетпен ұшып келді. Бары бар, иә? 2 мың адам. Бәрі бар. Сіз қай жағында отырдыңыз? Мен асты жағында. Ана 30 жасар, 40 жасар қыздар бар ғой, өзінің ішін көтере алмай, басын көтере алмай отырады. Соларға не дейсіз? Ол қыздарға айтамын, қыздар көңіл-күйіңді көтеріп, тек қана енді өздеріңді дамытыңдар. Басқа ештеңе айта алмаймын. Міне қазақтың қыздары сонымен айналысып жатыр ғой. Одан артық ештеңе айта алмаймын. Осы видеодан ақ көруге болатын шығар мені Ая ханымның еңбектері барлық.
осы дубайға келді бәрі. бізге жүрген деп жатыр есіл бойы. Шаршадыңыз ба? Ал достар, мен қазір екінші күннің тренингін бітіріп келдім. Қатты шаршап кеттім мен. Бөлмеме келсем осындай екі ақ күтіп тұр романтикалар. Біреуін құшақтап алып жатайын деп тұрмын қазір. Надеюсь, менің қыздарымның барлығын алмады. Өздеріңіз көрдіңіздер. Неше түрлі тағдырмен, неше түрлі қаладан, неше түрлі адамдар, әртүрлі салада жұмыс жасайтын, әртүрлі жастағы, 20 жасар қыздардан бастап 60 жасар кісілерге дейін келген, бірақ барлығын қосып тұрған нәрсе өмірлерін өзгерту. Ниеттері бірді, просто өмірлерін өзгерту. Мен себепкер болып, әрине барлығы Алланың және екіншіден өздерінің арқасы, өздерінің еңбекқорлықтарының арқасы. Қазір командамен келдік, ұйықтайын деп жатырмыз. Бізде таңғы сағат 6-да тұрғанбыз біз. Бізде сағат қазір ровно 12-ден 18 кетті. Миллионер болу барлығы оңай деп айтады ғой. Не дейді, состояние дегендер шығарып алғанда. На самом деле қараңыз, 6-дан бастап 6-ға дейін сағат 12, 18 сағат болып жүргенімізге. Вот тренинг осындай. Ал сіз курста балаңыз тербетіп отырып жасайсыз, тамақ жасап отырып жасайсыз. Курстың мен пайдасы жоқ демеймін, пайдасы бар, күшті. Бірақ тренинг мынандайда курстың сізге 18 сағат, қой өзіңіз ойлаңыз, бір күнде 18 сағат мен нәрсемді ести берсе, мен олардың миын гонять ете берсем. Просто бір күндік тренинг, бір жылдық сенің оқитын курсыңмен теңді. Құндылығы бәрібір бөлек. Поэтому тренингтің аты тренинг. Еще мен қатысушылармен бір отельде қонып, қатысушылармен бірге азаннан кешке дейін бірге жүремін. Бірге ұйықтаймын. Наргиза менің сөзіне подтверждение береді, таңғалып та тұрдық, иә? Таңғалып та тұрдық. Ертең де примерно ерте тұрамыз. Қазір біз барлығына тапсырма берейін деп жатырмыз. Барлықтарыңыз адамдардың эмоциясын көрдіңіздер. Қазір бізге блокноттарын уже жарты толып қалған шығар. Еще ол кісілер $1 миллион проект қорғап жатыр. Ертең еще ол кісілер жарысады. Қазақстанға кеткенше минимум 1 миллион, средний человек әрқайсы 3 миллион, жақсы дегенде 5 миллионнан жоғары табыс уже Дубайда осы тренингте жүргенде тауып қайту керек. Енді солар шынымен табады ма, таппайды ма? Екінші күнгі тренингтен кейін оларда қандай өзгеріс болды? Келесі бөлімнен міндетті түрде көріңіздер. Еще біз барлығын түсіреміз. Кімге не ұнамай жатыр деген сияқты бағана бір-екі қыз жылап жүрген, оны сұраймыз ертең. Не үшін жыладыңдар деп. Поэтому барлығы ашық түрде айтылады. Барлықтарыңызға ұнаса, лайк басып, таныстарыңызбен осы видеоны бөліссеңіздер болады. Және де міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Және де менің аяқ жібек парақшама директке пікір жазсаңыздар болады. Негізі отметка жазсаңыздар бірден оқимын. Мен сіздердің пікірлеріңізді күтемін. Және YouTube каналыма подписаться етіп қойыңыз міндетті түрде. Қайырлы түн. Менің оқырманым болғаныңызға өте қатты қуаныштымын. Мен сізді бағалаймын. Келесі кездескенше.